Барлықтарыңа сәлем, құрметті көрермендер, Әсем Гүлдер каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі түсірілімдерде ауа райы биыл деген бірінші рет шығар, өте жай егіп жатқанбыз. Яғни майдың аяғы болды, тіпті уже маусым айы басылайын деп жатыр. Сол себептен, бірақ та енді күн салқын болғанына қарамастан, қанша дегенмен көшеттеріміз өсіп кетіп жатыр. Көріп тұрсаңыздар, тыква осы жақындағыны еккен болатынмын. Уже жаңбыр күнде жаңбыр болғандықтан тез өсіп кетті. Міне тамырларында қараңыздар. Мына қасында тұрған, қарап тұрсаңыздар, бұл қияр. Қияр неге мұндай деп ойласаңыздар, жылыжада құйрығы аяқ қолыңыздар қаптап кетті. Солар жайлап бастап бәрін жеп қойды, осындай басып жеп жатыр. Қымбат қияр, олар да қымбат сатып біледі. Мынау тыква менде мускатный тыква. Соны бұның да біреуін басып жеп қойған. Яғни бір оның ортаңғы жері өсімдісі бар, оған да шүкір. А бұның мына қиярдың дымында қалдырмай, міне өсімдісі де жоқ, ештеңесі жоқ, қалдырмай жеп қойды. Енді бұл тірі, көріп тұрсаңыздар, үсті өспейді, себебі өсімді жоқ. Енді суанып қана айырып қаларым деп, өзі 3-ақ штук бар осындай мускатный, соның себептен пока не поздно егіп тастайын деп тұрмын. Кәдімгідей өсіп қалған, тамыры бәрі өте керемет. Енді осыны жайлап егемін. Ең бірінші не істейміз, әрине жерімізді кетші. Ең бірінші әрине мына жерін барлық жерімізді дайындалған. Содан кейін әбден негізі бір жерде кеңге еккен жақсы. Тереңдеп қарап, өлшеп қарап аламыз. Қалай болып тұр екен. Содан кейін мен де үйде қарай бердім, көбінесе жұмыртқаның қалдықтары болса егер, сондай кепкен қалдықтарды салған жақсы. Неге? Ол тамырына біріншіден табиғи кальций, яғни біздің ең бірінші кальций керек бізге, сосын және де азот. Азотты қайдан аламыз? Азотты кәдімгі қарапайым арам шөптер бар, солардан аламыз. Міне жылда осылай істеймін, ешқандай химикат, кальций селитра, не бар ана, монофосфат, калийный удобрение ондайларды мен қолданбайды екенмін. Яғни кәдімгі ата әжелеріміз қалай егді, солай егем. Ешқандай да қиындық жоқ. Әртүрлі шөптерден алып, мына шөп шірейді да, азот болып, яғни өзінің бойындағы витаминдердің бәрін тыкваға береді. Яғни тыква бермейді, тыква өзі тартып алады. Яғни бойындағы бүкіл витаминдердің бәрін. Бақпақ тіпті өте керемет. Нығыздап салсаңыздар болады. Не көп, аулада шөп көп. Сол себептен осылай барлығын салып шыққан жақсы. Тек тұқымын салмасаңыздар болады, себебі тұқымы қаптап кетеді. Және де әрине тамырын салмаған дұрыс. Тамырын салсаңыздар, ол астынан шығып кедергі болады. Бұл шөп басылады, сол себептен нығыздап салсаңыздар болады. Әбден итеріп, міне. Негізі жұмыртқамен жыл сайын жұмыртқа салатын, жұмыртқаның бәрін тауықтарға жемге араластырып тастапты. Сол себептен енді егуім керек бүгін. Соған қарамастан пока азотты салып жатырмын. Артайты жұмыртқа шыққаннан кейін топырақтың астына жандарын салып жіберсеңіздер болады. Енді кезекте әрине тыквамызды саламыз. Мына қараңыздар, тамыры өте керемет. Күшті алып кеткен. Яғни мен шықпаған қиярларымды осылай пайдаға асырдым. Жетсаған қиярларым болды. Енді жайлап қана суды құямыз. Яғни біздің топырағымыз отыру керек. Әйтпесе сумен бірге басылып өсімдісін жауып қалады. Қазір бұл жыл су, не су, оған қарамайды. Қоя берсін. Әлгі суды сорып алсын. Жаңбыр негізі бізде жауған, бірақ жерді көп тұрсаңыз құп-құрақ. Ешқандай да жаумаған сияқты. Тыңдайды бес қазір. Мына патымды алып шықсадым, сол себептен маған екеуіне түсіруге ыңғайсыз. Жаңа басқа не құрыл болса, мына басқа енді жайлап қана дөңгелетіп жауып шығамыз. Бір жерге негізі бірін кеңінен еккен жақсы. Әйтпесе бұл тыква созылатын тыква. Капельный падеж болса вообще штука деп, мен негізінде капельный падеж жоқ. Сол себептен шлангымыз болатын боламын. Жайлап ана шөптер астына шіріп, салмамыз салып жүрсеңіздер де болады. Бұл жер негізі құнарлы жер, көріп тұрсаңыздар, міне шөптер шіріп. Бұл жерден сазды жер болған, соны құнарлы қылып шөптерін бәрін салған болатынмын. Енді кезекте тек суарып шығамыз, болды. Міне тыквамыз дайын. Енді бүгінгі түнге кішкене кәдімгі қиярды көрсеткенімдей ящикпен жауып қоя тұрамыз. Әбден көрдіңіздер, тесім кетті. Осылай жауып қоя тұрамыз. Әбден алып кеткен шейін, содан кейін барып жайлап ашсаңыздар болады. Мен қиярды аштырдым. Мынаны тыкваны солай егетін боламын. Мына тамырларыңыз қараңыздар, өте керемет күшті. Мәселен дүкеннің топырағынан қандай керемет шығады. Үйдің топырағынан мұндай тамыр шықпайды. Немесе қиярға еккен топырағым, тыкваларға дүкен топырағын қимайды екем. Кәдімгі осылай топырақтарға егем. Осымен бос қалмау үшін осылай еккен болатынмын. Көріп тұрсаңыздар, жапырақтары да өте керемет, құнарлығы жақсы. Сол себептен каналға жазылуды ұмытпаңыздар, тұқымдарды үлгеріңіздер алып, қияр тұқымдары бар, алам десеңіздер. Және де тіркелуді ұмытпаңыздар, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.